Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін әдебиеттік оқу пәнінен жыл мезгілдері тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Қандай жыл мезгілін ұнатасыңыздар? Және неліктен ұнатасыздар? Сол жайында қысқаша әңгіме дәптерлерімізге жазамыз. Балалар, бір жылда неше жыл мезгілі бар? Кәнекей бірге қайталайықшы. Қыс, көктем, жаз, күз. Бір жылда 4 жыл мезгілі бар екен. Ендеше қыс мезгілі аппақ қарға оранған болады. Көктем мезгілі қар еріп, құстар қайта оралып, табиғат оянады. Ал жаз мезгілінде күн ыстық, көбелектер ұшып жүреді. Ал күз мезгілінде астық қамбаға толып, жемістер, көкөністер барлығы піседі. Бір жылда балалар 12 ай бар. Бірге қайталайықшы. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және желтоқсан. Балалар, әр жыл мезгіліне байланысты әр жылды 3 ай қамтиды екен. Ендеше қыс мезгілінде желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары болады екен. Ал көктем мезгілінде наурыз, сәуір, мамыр айлары болады. Ал жаз мезгілінде балалар маусым, шілде, тамыз айлары бар. Ал күз мезгілінде қыркүйек, қазан, қараша айлары болады екен. Жарайсыздар балалар. Ендеше жыл мезгілдері жайлы қайталап болсақ, екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Балалар, мәтінді түсініп, менімен бірге оқыңыздар. Жыл мезгілдері ертегісі. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз, шатақ мінезді. Ә десе, мә деген, сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанымен, әкесі оны бірбеткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екінші көктем. Жұрттан асқан көрікті. Жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын. Сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі де жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз. Әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін, адалдығы мен таңғы шықтай мөлдір, пәктігі мен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз. Өте ерке болыпты. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тыя алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді
жомарттығы мен ақ көңілдігі үшін бәрі де ұнатыпты. Балалар, ертегі ұнады ма? Ендеше балалар, осы ертегі бойынша мына кестемен жұмыс жасаймыз. Кестеде үлгі бойынша жыл мезгілдерін жазамыз. Ертегідегі сипаты жайлы жазамыз. Сендердің өздеріңнің пікірлеріңді жазасыздар. Мысалы, көктем, көрікті, сұлу қыз, жаны нәзік, сезімтал. Және де өз пікірлеріңізді жазасыздар. Дәл осылай 4 мезгілді де сипаттап кестемен жұмыс жасайсыздар. Келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына балалар көп нүктенің орнына тиісті жыл мезгілінің атауын айтып және жазамыз. Балалар, үй тапсырмасына 4-ші жаттығуды жазамыз және 2-ші жаттығу жыл мезгілдері ертегісін мазмұндап айтамыз. Сау болыңдар балалар.